Жақында сонда бір оқиға болған. Bir жігіт ішіп алып, малазиялық жігіт ішіп, қаңғып келіп жатса, сонда бір дауыс естетті. Жаңағы дауыс оның сонда бір жүрегіне кіріп, мас болып құлайды ғой, жаңағы кайф болып құлайды да, кайф болып құлайды. Содан азанда тұрады, азанда тұрып қайранда бұл не, қандай өлең бұл. Сөйтіп іздестіріп мешітке барса, бұл өлең емес, бұл азан ғой бұл дейді. Мен бұны қалай үйренем? Мен бұның негізгі түбінен үйренсем дейді. Оның түбін үйренетін болсаң, ол ұзақта ол. Мына араб елдерінде, Мысыр деген елде өте бір Құран дамыған ел бар, сол жерге барып үйренсең болады дейді. Жаңағы жігіт қараңыз, үйіні барып сатады. Үйіні сатып, Мысырға оқуға кетеді. Мысырға оқуға барып, оқып, жаңағы жерде 5 жыл оқып, өте мықты қариға айналады. Содан еліне келеді. Малайзияда білесіздер ме? Құтбаны патша оқиды. Құтбаны патша оқиды оларда. Сол патша құтбаны оқып, жұма күнге туыры келеді. Жұманы оқып болғаннан кейін қаны Құран оқыды дейді, туыр жаңағы жігіт туыр кеп қалады да, жаңағы жігіт Құран оқиды ғой. Жаңағы жігіт Құран оқығанда бүтін мешіт еңіре жібереді ғой жылағаннан. Еңіре бүтін жүректерінің бәрі езіліп. Содан патша сұрайды, кім оқыды дейді. Мына жігіт оқытып алып келеді, жаңағы жігіт келеді. Кімсің, өсерде осында осың. Сөйтсе жаңағы ішінен бір адам тұрады, дейді, бұл дейді, үйін сатып кеткен жігіт қой мынау дейді. Бұның үйі жоқ қой дейді. Сонда жаңа патша сұрайды, үйің жоқ па дейді. Бұл маңызды емес қой дейді. Мен маңызды нәрсені алдым дейді. Қараңыз да, біздің барлық қарабасымыз қазір үйім болса, қатыным болса, джипім болса, тағым бір бәлем болса, шыр бәлем болса, бұл тоқтамайды бұл нәрсе. Бұл тоқтамайды, қараң. Bir қатыным болса, екі қатыным болса, үш қатыным болса, төрт қатыным болса, үш кете береді. Астанадан үйім болса, Алматы үйім болса. Негізгі маңызды нәрсені адам білу керек те, маңызды нәрсе бұл Құран екен да, қараң. Бұл маңызды емес дейді. Патша қарап қалады да, үйленгенсің бе дейді. Жоқ дейді. Саған дейді, өзімнің сарайымнан үй берсем болады ма дейді. Құр'анның мұжизасын қараңыз, Құр'анның мұжизасы да бұл. Саған өзімнің үйімнен үй берсем болады ма дейді. Болады дейді. Саған дейді, мен өзімнің қызымды берсем болады ма, қызымды аласың ба дейді. Оның үйі жүдә болса бір, мейлі $50,000 сатқан болсын да, бірақ $50,000 патшаның сарайынан үй алу мүмкін ба? $100,000, $200,000, $1 миллион болсын, патшаның сарайынан үй алу мүмкін ба? Өзіңіз ойлаң. Малайзиямыз, мысалы, біздің өзіміздің қазір облыс хакимиятынан ала алмайсың оны, патша емес. Біздің Астанадан ала алмайсың ғой, қараң да. Бірақ Құр'анның мұжизалығын қараң, Құр'анға болған махаббат үшін де Аллах үшін өзінің үйін сатты да, мен негізгі маңызды нәрсені алып келейін деп шығып кетті да. Негізгі маңызды нәрсені алып келіп еді, Аллах Субхана Тағала не қылды? Ана патшаны туырлап қойды да, әрі үй берді, әрі қызын берді. Қараң, патшаның қызын алу қалай? Қалай да? Мен деген қазір тақуа байың болса да, тақсырмен қарайман десең, онда ары жүре бер дейді, ары жүре бер. Себебі ол білмейді ол Құр'анның маңызын. Бірақ ол Малайзияның патшасы мұсылманда, ол құтпа оқып, жұма оқып тұрған патшада, қараңызда, өзімнің үйімнен, менің өзім сарайымнан үй берсем болады ма деп рұқсат сұрап жатыр. Оның несінен, оның мана күші тасып, маған бір дәу болып тұрғаннан емес ол. Ол мүмкін мынандай шығар, малайзиялықтар өзі кішкентай болады өзі. Бірақ оның жүрегін қараңда, оның жүрегіндегі иман, оның жүрегіндегі Құр'анды сыйдыруды қараңда. 10 жылдан бері намаз оқып жүрміз, әлі бір пара Құр'ан жаттамағанымыз қаншамыз бар. Тақуа турасында сөйлейтін болса, аузымыз жыртылып кетейін дейді. Дұрыс па? Бірақ ол 5 жылда Құр'анды жаттаған ол. Құр'анды жаттау оңай емес та бұл.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu dep koymadı mı? Karangızda senlerden işlerine en jakşıların, ana güçlülerin, suluların, bayların dep koygan yok da. Bay bolsan boy bolsun da senden başka bay yok mu ne? Sen milyarder misin, şilyarder bolgan neçe adamlar bar koy ol. Ha? Kebirler baylığından juralmay kalat bişara. Çok, ol baylıkta emas magana. Karangızda sizlerden jakşılarınız Kur'an'dan talim algandarınız және Kur'an'dan talim berişileriniz qarang. Kur'an'dan talim berişileriniz және Kur'an'dan talim aluşularınız dep koydu da. Sizlerden en jakşılarınızda bu bagany kim berip atır? Bunu patça berip atkan jok bu bagany. Bunu Peygamber aleyhisselam berip atır sallallahu aleyhi ve sellem. Qarang. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonda ber. Nege birak biz adamların içinde en jakşı boluga hareket kılmaymiz? Qarangız da, nemen bolar eken? Ol Kur'an jattao menen, ha? Kur'an'da üretumen bolar eken da. Sizlerin en jakşılarınız dep koyup atar da.